12 жасқа толған балаларға арналған ақпараттық өнім. Армысыздар, қадірлі қазақ елі, эфирде жанға дәру, жан сусар хабары. Және мен, Жұлдыз Бесек. Бүгін бізде қонақта ақын Назерке Оңғар. Назерке, қош келдіңіз, көңіл күйіңіз қалай, денсаулығыңыз қалай, жақсы ма? Барлығы жақсы, өте керемет, көп рахмет, барлығы жақсы. Бәрекелді, тамаша сұхбатқа дайынсыз ғой? Әрине. Ендеше бастайық. Бала Назеркеден ана Назеркеге айналған сіздің бүгінгі күнгі өміріңізде орын алған жақсы жаңалықтар шығармашылығыңызға қаншалықты әсер етіп жатыр? Негізі өмірге әйел адам болып келгеннен кейін, жалпы қыз бала болып келгеннен кейін ана болу басты міндет деп білемін. Қазіргі таңдағы ең жақсы жаңалық, мен екінші рет ана атандым, Алланың қалауымен. Енді ол шығармашылыққа ешқандай кері әсері жоқ, дегенмен біраз енді бұрынғыдай өз еркіндігім деген сияқты өз уақытымен барлығы ретімен келмесе де, енді жинап теріп әйтеуір жасап жатқан жайымыз бар. Дегенмен дәл бұрынғысынша енді бір еркіндік жоқ қой, әрине. Қанша дегенмен бала бар, үйдің шаруасы деген сияқты. Бірақ шын шығармашыл адамға, шын жүрегіндегі өлеңі бар адамға бұл нәрсе кедергі емес. Иә, дұрыс айтасыз. Шығармашылық қоржыныңызда балаға арналған өлеңдер көбейіп жатқан шығар. Шыны керек, әлі де енді бізде екі баламның арасында кішкене жиілеу болып қалғандықтан, мен енді балаға деген әлі өлеңім жоқ, бірақ құрсағыма біткен кездегі ерекше тебіреніспен жазған өлеңім бар. Алғашқы перзентімде есімі қыз бала, есімі Айбике болатын. Сол қызыма арнап, құрсағыма жан біткен кезде жазған өлеңім бар. Жүрек ішінде жүрекке хат деген. Бәрекелді. Оқушы кезіңізге оралсақ, мектеп қабырғасында жүргенде талай байқаулардан топ жарып, мектеп мақтанышы болған екенсіз. Сізді сөз өнеріне баулыған аяулы ұстаздарыңыз туралы айта отырсаңыз. Иә, мектеп кезінен басталды. Ең бірінші менің сөзге, жаңағы өлеңге деген қызығушылығымның және жазуымда бір ерекшелігім барын қазақ тілі әдебиетінен беретін Әлімханова Жазира деген Жамбыл Талас ауданы Ойық ауылындағы Бөлтірік атындағы орта мектептегі қазақ тілі әдебиетінен беретін Әлімханова Жазира есімді мұғалім байқаған болатын мұғалімім. Ол кісі ең алғаш, егер сендер қазақтың батыры Бауыржан Момышұлына хат жазатын болсаңдар, қалай жазатын еңдер деп тапсырма берген болатын. Ең бірінші сөзге деген құрметімді, өлеңге деген махаббатымның барын сол кісі сол кезде аңғарған болатын хатымнан. Сенің сөз топшылауың, жаңағы талабың кішкене өзгешелеу болып тұр деп. Содан бастап менде өзімде сол бір қасиетім бар екенін аңғардым. Одан кейін ол кісі мені жайлап, менің өз жазған өлеңімді, ол кездегенді өлең емес, тақпақтар ғой, біраз өңдеп, жөндеп, Назерке мынандай жерде былай жазсаң, сен мынандай ақындарды оқысаң депші, енді қазақтың көрнекті ақындарынан солай менің жаңағы өмірге деген, өлеңге деген бет бұрысымды, бет алысымды, өсу бағытымды реттеп өзіндік жол салып берді. Солайша Қаратау қаласында біраз жарыстарға бардық, олимпиадалар бар, жарыстар бар, енді жаңағы өлеңнен мүшәйралар бар. Ең бірінші алып келген жүлдем 9-шы класс кезімде оқитын кезім болса керек, шамамен абай оқулар болу керек. Сол кездегі өз шығармашылығы номинациясы бойынша алғаным бірінші жүлдем болатын. Үшінші орын алғам Әділ қазылардың алқасында Үміт Бетенова апайымыз отқан етін. Сол кезде үшінші орынды маған беріп, арқамнан қағып, сені баптаса өте мықты сәйгүлік шығады деп өзінің батасын беріп. Солайша ол нәрсе мені жігерлендірді, сол нәрсең маған қуат берді, өлеңіме, өзіме. Осылайша менің өлеңге деген махаббатым оданша арта түсті.
сөйтіп қазіргі таңда енді шама шарқым жеткенше ішімдегі дүниемді, жүрегімдегі сөздерді өлең қылып сыртқа шығарып жүрген жайым бар. Тамаша. Қазіргі таңда жазған шығармаларыңызбен кіммен бөлісіп, ой алмасып тұрасыз? Қазіргі таңда, енді дәл қазіргі таңда өлеңді жазушыдан гөрі көбірек оқырманмын десем болады. Себебі енді тұрмыс жағдайындағы түсініп тұрсыз ғой, қыз баланың жағдайын. Дегенмен негізі өлең жазатын дәл уақыт десем де болады. Балаңды ұйықтатып, бір сондай тыныштық болған сәтте жазуға болады негізінде. Сол жазып жүремін, бірақ енді менің ақылдасып, көбінесе кеңес сұрап, бірге жаңа ой алмасы болады отыратын өзім қатарлас, деңгейлес ақын қыздар бар, құрбылар бар дегендей. Жаңағы өлең жазбаса да өлеңге деген өзіндік пікірі бар достары бар, жолдасым бар, ол кісі де өнердің адамы. Солай өнер жағынан, шығармашылық жағынан бірге ой талқыға түсіріп, өлеңді жаңағы әбден сүрлеуден өткізіп, мен ол кісінің әнін, ол менің өлеңімді деген сияқты сондай шығармашылық алмасулар, ауыс түйістер болып тұрады. Солай енді жолдасым бар деп қалдыңыз, таныстыра кетсеңіз қалың оқырманға. Иә, жолдасым Жамбыл жұртшылығына танымал әнші, Жас қанат республикалық жарысының лауреаты. Кезінде оның Жырдуман деген тобы болған, оның жалғыз гүлінсіз той өтпейтін Таразда. Мен оны мақтанышпен айтам, жолдасымның жаңағы ән айтудағы шеберлігін. Есімі Жанболат Таласпай. Енді тыңдап отқан көпшіліктің қалың көрерменге танымыс арасында көптеген әндері болған, дауыс ерекшелігінен де өзінің бағасын алған үлкен сахна саңлақтарынан. Мен жолдасымды мақтан етіп айтам. Тамаша. Өлең сен періште шығарсың, қайрылып келіп тұратын, өлмеуі үшін ішімде сағынышы көп, бірақ деп Жан апамыз айтқандай жазған жырларыңызға кезек тұсынайық. Әрине, жүрек ішіндегі жүрекке хат. Жүрек білемісің, сен беймәлім жатырсың бұл әлемнен, сен ойласам, алай дүлей мына кеудем. Тағатымда таусылып күтіп жүрмін, сабырымды сілкінтіп жырақ кеткен. Жүрек сен білесің, тамырымда толқындап асауғаным, тәңірімен аламды арта алмадым, тағдыр маған ана бол деп айқайлап тұр, ал мен соны сәт сайын армандадым, жетегіне елестің алданбадым, қанатымды қақтырып ақ ұямнан ақ отаудың төріне аттанғанмын. Жүрек сосын сені тербетіп құрсағымда, бақыттың кезіп жүрмін гүлзарында. Бірақ жаным біле жүр өмір ағай, гүл толтыра бермейді құшағыңа. Тырнағында батырар тағдыр шешей, сынақтарда тосып ал қарсы келмей, парасаттың биігінде қалтырақта, қу тірліктің құнарсыз соңын өрмей. Жүрек, қараймында кейпіме әр айнадан, еш себепсіз сен ойлап арайланам, сендің аман келу үшін мына әлемге жүрегімді ұсынам, сарғаймаған. Бәрекелді, тамаша. Темірді қызуында бас деп, тағы да өлеңге кезек берсек. Енді жаңа айтқандай, жолдасыма арнаған өлеңім бар етін. Бәрекелді. Енді қанша дегенмен шығармашыл адам болғаннан кейін оның жан дүниесін, көз қарасынан түсінесің, оның бір күрсінісін байқаған кезде өзіме қатты әсер еткен болатын. Содан күрсінбеші деген бір өлең жазғам. Күрсінбеші. Күрсінісің еңсемді басып қалды, қай тірліктен кейідім, ардағым-ау, хат жазерем сен үшін ғасырға әлгі, тынышы жоқ дүниеден шаршадың-ау. Мен Құдайға қалтқысыз сенем жаным, қайырлысын береді ол біздерге әлі. Бұл өмірде ғайыптың білем барын, күйзелсе де кеудемді күздің әні. Жан құсаңды қағарем қауырсынша, менің оған шарам гәні, шамам гәні. Маған келші бір сезім сағындырса, жазбасам да емдейін жараңды әлгі. Бәрекелді, өте тамаша. Сіздің сазгерлермен бірге жұмыс жасайтыныңызды да білеміз. Сіздің өмір дедім деп аталатын өлеңіңізді сазгер Серік Керімбеков ән жазып, ол ән Нұрсұлтан қаласында өткен Экспо 2017 халықаралық көрмесіндегі Жамбыл облысының мәдениет күндерінде орындалған екен. Кімдермен, яғни қандай сазгерлермен жұмыс жасайсыз? Енді қазіргі таңда әннің де, әуеннің де, сөздің де өзіндік стилі бар.
заманауи, қазір өйткені халық солай қабылдайды, оның тыңдарманы солай. Дегенмен біздің жанымызда, жүрегімізде қазақилық болғандықтан қазір сөзге көбірек мән береміз бәрібір. Сол себепті мен жаңағы жұмыс жасаған өзі бір санаулы ғана сазгер бар. Оның бірі Перизат Оспанов әпкеміз, одан кейін жаңағы өзіміздің Талас ауданынан шыққан Серік Керімбеков ағамыз, және осы Жамбыл жерінде, осы Тараз қаласында өзіммен үзеңгілес қатарлас бауырым бар Рысбек Әділшеев деген жас композитор десем болады, бұйыртса. Әзірге осы үш кісінің ғана әніне жаздым. Кейбіреулері домбырамен, гитарамен отырыстарда шырқалып жүр, дегенмен үлкен сахнаның төріне қателеспесем бір-екі рет қана шыққан болу керек. Солай. Одан бөлек жаңағы жазған әндерінің көбісі енді махаббат әзірге сол тұстан ажырамай тұр. Қателеспесем бір қарлығашым, қарындасым деген, яғни бір қыздарға арналған бір өлең бар. Сол өлеңім кішкене эфирлерден беріліп, республикалық эфирлерден берілген сол өлеңім ғана. Қалған өлеңдерімнің енді алла берсе әлде шығады деген ойдамын. Қазір бір тамаша әнімді алып келдім осында. Өзіміздің әнші, досымыз, бауырымыз Талғат Қаңлыбаев азаматтың орындауында домбырамен көбінесе осы Арман айым деген әнімді орындайды. Негізінен бұл ән сол жастардың арасындағы отырыстардың өзіндік хитіне айналған ән. Арман айым 2016 жылы шыққан, 2016-17-лерде сол уақыттарда шыққан болатын. 2016-ның күз айында, кешірім сұрайым. Содан бері өзінің тыңдарманын тауып келе жатыр. Енді әрине керемет неге шықпаса да өз биігінде өзіндік орны бар ән. Тамаша, ендеше тыңдайық. Қабыл алыңыздар. Жаныңда қалғым келіп, жаутаңдап қарайладым. Алдады тағы үміт, тоналдау арай бағым. Кет алмай кездесердеп, маңыңды сан айналдым. Білмеймін не күйдемен, білерім мұңға айналдым. Арман айым, көгімде ұялаған ақ маңдайлым. Иіскеп сүйе алмаған арман айым, өзіме қия алмаған еркінен тыс. Ес-түссіз сүйем адам, мөп-мөлдірім, жанарда ұялаған. Қайралса қанаттарым, құсалық күйгенемін. Қайрымсыз сағаттардың бақытын сүйген едім. Тірлікте жақсы екен ау, күнделік күйбелеңім. Тағдырға мойын сұнам, мен солай үйренгенмін. Арман айым, көгімде ұялаған ақ маңдайлым. Иіскеп сүйе алмаған арман айым, өзіме қия алмаған еркінен тыс. Ес-түссіз
ұялмадым, мөп-мөлдірім жанарда ұялаған, мөп-мөлдірім жанарда ұялаған. Тапсырыспен әнге сөз мәтін жазасыз жан бағу керек дегендей. Әлде ол қалай? Енді олыңыз әрине өте дұрыс. Білесіз, қаламгерді қалам асырайды ғой. Дегенмен қазіргі таңда тапсырыспен жазған өлеңім ондай енді көп емес, бірақ жазған кезім болды. Әсіресе тұрмысқа шыққан кезде жаздым. Бұл бір тұрмыстың қиыншылығынан емес, енді өзімді бір алға жетелеу десем де болады, жігерлендіру, ынталандыру десем де болатын шығар. Иә, өте дұрыс айтасыз. Әйтпесе өлең деген негізі бағасы өте биік дүние мен үшін. Өте дұрыс айтасыз. Сіз көркем сөз оқу шеберсіз. Менің өлеңдерімді де нақышына келтіріп талай рет оқыдыңыз. Қазір кезде қандай өлең кітаптар оқып жатсыз? Немесе қандай жалпы шығармаларды оқып жатсыз? Қазіргі кезде менде шығармашылық жағынан енді өлеңде де кітапты да қазір оқып жатқан жоқ. Енді бұл уақытша үзіліс, дегенмен білемін, жаңағы ақын болсын, сазгер болсын, жазушы болсын, ол ешқашан тоқтамау керек. Бұл тоқырау болып, ізденіс үстінде болу керек, тоқырауға жол бермеу керек. Дегенмен менде қазір заманның талабына сай кішкене курстар оқып жатырмын, заманауи деңгейдегі. Бұйыртса сол курстарым аяқталғаннан кейін мендегі жаңағы ізденіс, шығармашылық талпыныс қайта басылатын болады. Бірақ мен өлеңді жаңағы жазып қана қоймай нақышына келтіріп оқығанды жағым түседі. Өйткені өлеңнен өзімді тапқан кездегі ол менің өлеңім сияқты сезіледі. Себебі өлеңді түсінгендіктен, ол ақынды түсінгендіктен, сол кездегі сезімді, сәтті түсінгендіктен, оны бар болмысымен, жүрегіммен оқып қабылдай аламын. Тамаша. Құпия болмаса қандай курстарды оқып жатсыз? Енді қазіргі заманның талабына сай интернет журналистика әрине біріншіден, одан кейін жаңағы SMM, қазіргі фрилансер мамандықтар дейді, SMM, копирайтинг, таргет деген сияқтылар ғой. Осыларды қамтитын жалпы мамандықтардың барлығын оқып жатырмын. Бәрекелді, сәттілік тілейміз. Өмірлік ұстанымыңыз жайлы білсек. Өмірлік ұстанымым менің ешкімге пайдам тимесе, зияным да тимесе екен деп тілеймін. Пайдам тисе қуанам әрине, бірақ зияным тимегенін көп қадағалаймын. Өйткені адам өмірге өзіндік жеке адам болып келеді. Оның біреудің біреуге негізі тісін батырып, тырнағын батыратында ешқандай зияны болмау керек деп ойлаймын. Тамаша. Алда уақытта өз шығармаларыңызды шығарып, кітап ретінде басып, оқырмандарыңызды қашан қуантпақ ниеттесіз? Әрине ол енді менің арманым десем, енді арман дегенге келмейтін шығар, мақсат қой, енді ол орындалуы тиіс. Бұл өлеңнің бәрі осылай әр бұрышта қалмай жинақталуы тиіс. Өмірге баланы алып келгенде кітапты да алып келу керек, ол өлеңнің жинағы деген сияқты. Мен енді кітабымда әзірге ешқандай бір не жоқ, арнайы дайындығым жоқ. Дегенмен кітабымды бұйыртса 30 жасымайын шығарсам деген арманым бар. Бірақ ол да бола жатар, Алла бұйыртса, Құдай қаласа өздеріңіз тұсауын кесіп дегенде ондай күнге де жетерміз. Әзірге оған ешқандай бір бет бұрысым жоқ. Дегенмен ойда бар, мақсатта бар нәрсе, тізімімде бар алдағы. Жүзеге ассын деп тілейміз. Назерке ханым, сұхбатымыздың соңында Әулие-ата жұртына айтар ізгі тілегіңіз болса тыңдауға әзірміз. Жалпы Жамбыл болсын, қазақ ел болсын, біздің әр қазақ менің жалғызым дейді ғой. Өткендегі жағдайдан кейін
енді үйде отқан ана болсам да халықпен бірге болғым келді. Дегенмен жаңағы сондай бір сәтте халықтың жанында болмағанға да қысылады екенсің. Бірақ сол кезде тілегім, ниетім халықпен бірге болды. Елімізде ондай жағдай болмасын деп тілеймін. Халықтың әл-ауқаты жақсы болып, әр күніміз бақытқа, қуанышқа, берекеге толы болсын. Әр шаңыраққа тек қана бақыт тілеймін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш, бай, бақуатты өмір сүрейік. Айтқаныңыз келсін, Назерке ханым, алтын уақытыңызды бөліп, бүгін біздің студиямызға келіп, әсерлі әңгіме айтып, әдемі өлеңдеріңізді оқып бергеніңіз үшін сізге алғысымызды білдіреміз. Сізге шығармашылық толағай табыстар тілейміз. Рахмет көп-көп. Осымен ақын Назерке Оңғармен болған сұхбат соңына жетті. Қой үстіне бозторғай жұмып қалаған тыныш та бейбіт заманда бақытты да бақуатты ғұмыр кешуімізді Раббым нәсіп еткей.